Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Мына қыз не істегелі жатыр деп ойлап тұрған шығарсыздар. Мына жерде мен ою ойып жатырмын. Бұл қымыз құятын торсық тіккелі жатырмын. Қыздарға билегенге кожа матасының сыртына, фетр матасына ою салып, қымыз құятын торсық тіккелі жатырмын. Енді биге арналған ғой, арнайы шынайы құйылмайды бұған. Сондай тіккелі жатырмын. Ішіне синтефон толтырып, томпайтып қоямыз жасап. Сол үшін әзір оюын кожаға бастырып жатырмын. Бәрі ручной жасалынады. Оюын кожаға бастырып, тігіп ап. Кейін ағай жалғастырып торсығымызды жасап шығамыз. Мына жерде мен оюымды бастырып жатырмын. Мектепте қыздар торсық биін билеу үшін арнайы тапсырыс болатын, соны жасап жатырмын. 10 тал жасап шығуым керек. Міне уже мен айландырып тігіп алдым. Шет жақтарын аберлокқа салып тігем. Оюда тік жүріспен тігіп аламын. Міне мен уже тігіп алдым. Аберлокқа салып шетін ақпен тіктім. Оюын бәрін бастырып, ішіне синтефон салып, томпайтып қойдым. Қалай болыпты, бағалай кетіңіздер. Қолдан келгендер төстеп, оюлы көрпемізді тігіп, қолымыздан келгенімізді жасап отырмыз. Үйде отырып аналардың ақша табуына болатын